Бүгін сіздермен өте дәмді үй жағдайында темпура суши дайындаудың рецептімен бөлісетін боламын. Басқа да рецепттерді жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп кетсеңіздер болады. Ең алдымен күрішімізді суы мөлдір болғанша 5-6 мәрте жуып, дұршылаққа суын сорғытып қоямыз және де үстіне таза су қоямыз. Шамамен 1 см асып тұру қажет және де қасықпен араластыра отырып газге қойып қайнатамыз. Қайнай бастағанда қақпағын жауып, газдың астын бәсеңдетіп қоямыз. Және соусымызды дайындаймыз. Ол үшін 50 грамм яблочный немесе рисовый уксус, оған 25 грамм қант қосамыз және 1 қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Және оны күрішімізге қосып, жақсылап араластырып аламыз және толықтай суығанша қалдырып қоямыз. Және сушидің ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін қиярды ұзынша бөліп, жарты бөлігін 4 бөлікке бөліп шығамыз. Және артық дәндерін алып тастайсыздар. Семга немесе форель балығын осылай қабығынан аршып аламыз. Және де ұзынша бөліктерге бөліп шығамыз. Және бізге арнайы суши дайындауға арналған осындай балдырдан жасалған нори қағазы қажет болады. Оның жылтыр бөлігін астына қарата орналастырамыз. Және күріш қолымызға жабысып қалмас үшін қолымызды сулап аламыз да, күрішті домалақтап таразыға өлшеп аламыз. Шамамен 150-160 граммдай күрішті осылай біркелкі етіп жайып шығасыздар. Оның ортасына ұзынша етіп туралған қиярымызды орналастырамыз және семга балығын орналастырамыз. Осылай видеодағыдай етіп жақсылап орайсыздар. Норидің шетін кішкене сулап жіберсеңіздер болады, сол кезде жақсы жабысады. Осылай қолымызбен 4 бұрышты формаға енгіземіз. Және сушидің екі шетін осылай қолымызбен ұрғылап аламыз, бір тегіс болу үшін. Және клярымызды дайындай бастаймыз. Ол үшін 1 немесе 2 жұмыртқаны алып, кішкене су қойып, жақсылап араластырып аламыз. Мен көп мөлшерде жасағандықтан 2 жұмыртқа қостым. Оның үстіне 3-4 қасық ұнды қосып, осылай қою масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Құймақтың қамыры сияқты осындай болып шығу қажет. Оны кеңдеу ыдысқа салып, сушиімізді алып, 4 жағынан жақсылап аунатып аламыз. Және қызып тұрған табаға сарғыш түс болғанша қуырып аласыздар. Қажетті заттардың мөлшерін описаниеге жазып қоямын. Видеоның астындағы тақырыпты басып көре аласыздар. Дайын болған сушиларымызды өткір пышақпен кесіп аламыз. Әр кескенде осындай салқын суға батырып отырсаңыздар, өте жақсы кесіледі. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Соя тұздығымен ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын.